Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге мен Икашоу-kz. Біз выживаниенің екінші бөлімін басында екінші бөлімнің басын бастадық. Екінші бөлімнің енді аяғын бастайық деп жатырмыз. Сіздер бірінші бөлімін көре алмайсыздар. Осы выживаниенің бірінші бөлімін көре алмайсыздар. Неге, не үшін деген сұрақтар болмасын. Мен дәл қазір оның жауабын айтатын боламын. Менде біріншіден телефон қатып тұрды. Екіншіден, мен жүргізіп жатқанда даусым ақырын шығып тұр екен. Үшіншіден, менің даусым ақырын шыққандықтан, ол бостан-босқа мынау видео түсіретін рекордтар мен түсіріп жатқанда ешкім бостан-босқа тұр екен деп менің даусым шықпағандықтан өзімен өзі өшіп қалған болатын. Сондықтан енді мен даусымды қатты шығарып, енді осы видеоны қысқа болып, енді бұл екінші бөлімнің аяғы, сіздер екінші бөлімнің басын көре аласыздар, оны көріп кетіңіздер, бірақ бірінші бөлімді көре алмайсыздар. Енді түсінесіздер деген ойдамын. Енді біздер ағаш шауып жатқан болатынбыз, өзімізге үй жасайық деп жатқан болатынбыз. Мен сенбесеңіздер қараңыздар, творческийден ешқандай зат алған жоқпын, міне. Ешқандай зат алған жоқпын, өзімнің жинаған келген заттарым бар. Осы мен заттардан қазір осы ағаштардан бір үй құрастыратын боламын. Сол үйде өзім тұратын боламын. Ал егер кейбіреу жазбасын, жалғыз өзің ойнайсың ба, әлде басқа біреуді қосасың ба деген комментария жазбай қойыңыздар. Себебі комментария жазсаң, ондай комментария себебі неге ешкімді кіргізбейсің, өзің жалғыз ойнайсың деген комментария жазбаңыздар. Оның жауабын дәл қазір айтып кетейін. Себебі менің Wi-Fi-мен ешкім кіре алмайды. В общем, бір сөзбен айтқанда, менің мирыма ешқандай адам кіре алмайды. Ал егер ол істелсе, ондай немесе кетсе, кіре алатын болса, мен достарыммен ойнайтын боламын. Адамдарды қосып, осы мирға көп адам болып ойнайтын боламыз. Ал егер қосылмаса, осы выживаниенің аяғына дейін өзім жалғыз түсіретін боламын. Ал егер оны адамдар кіре алатын болса, менің Wi-Fi-мен арқылы кіре алатын болса, кірсе кіре алады, кіре алмаса кіре алмайды, білмеймін, енді көреміз. Кіре алсақ, енді біз ойнайтын боламыз, достар, көресіздер. Серияларды күтіңіздер. 3-ші серия, 4-ші серия кете береді, біз тоқтамаймыз. Бірақ сіздер мені қолдап кетсеңіздер деген сөз айтамын. Енді лайк жинап берейік, енді өздеріңіз білесіздер қанша лайк жинайтындарыңызды. Давай комментарияға жазыңыздар, қанша лайк жинайсыздар. Өздеріңіз үшін қанша лайк жеткілікті. Мен үшін өзіме 25-30 лайк жеткілікті сияқты, өзім үшін. Енді сіздер комментарияға жазыңыздар, қанша лайк жинайсыздар. Мысалы, мен сіздер 50 лайк жинап тастайды деген ойдамын. Ал егер сіздер жинай алсаңыздар, көреміз. Осы бөлімнің аяғына дейін жүретін боламыз, достар. Осы бөлімді тоқтатпаймын, осы серияларды деген нәрселер тоқтатпаймын. Мен аяғына дейін кете беремін, сондықтан достар, лайк басып кетейік, достар. Сіздер тағы да айтам, бірінші бөлімін ешқашан көре алмайсыздар. Ешқашан болған енді бірінші бөлімі шықпайды. Себебі мен видеоны жазып жатқанда, ол өзінен өзі менің даусым ақырын шықты ма, білмеймін енді. Негіз солай деп ойлаймын енді. Өзімен өзі өшіп қалған болатын. Неге деген сөздер болмасын, достар. Енді өзім үшін басынан осындай үй жасайтын боламын. Өзіме нормальный, енді үлкен үйді қажет емес. Енді ал егер достарым кіретін болса, осы үйді үлкейтемін, немесе жаңадан бір үлкен үй салатын боламыз, барлығымыз бірігіп, немесе бөлек-бөлек өздері үй жасайтын болады. Енді көреміз қалай келетінін, өздерінен сұраймыз, қалай тұрайық деген сияқты сөздер айтып көреміз енді. Достар, осыған лайк басамыз, менің еңбегімді бағалап кетейік, достар. Мен сіздерге осыны сыйлық арқылы емес, енді осыны сіздерге осы видеоны шығарып беріп жатырмын. Ал сіздер маған лайкты басып берсеңіздер, қазақ ютубын дамытқыларыңыз келсе, осыған лайк басамыз, каналға тіркелеміз.
подписчикті көбейтеміз. Подписать деген кнопканы басып тастайық достар. Давай. Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді деген үміттемін енді. Солай үміттенем. Және де жерге көлтірген қазып алайық. Міне жеткілікті көп екен. Достар, так что комментарий жаза берейік. Дәл қазір жазыңыздар. Давай. Мен міндетті түрде оқитын боламын бұл комментарияларды. Барлығын қараймын. Сондықтан жазамыз достар. Барлығына жауап беремін. Қандай комментарий жазсат, соған жауап беретін боламын. Сондықтан достар, лайк басамыз, каналға тіркелеміз, комментария жазайық достар. Комментария жазамыз. Мен сіздердің барлық комментарияларыңызды оқып шығамын.